Мінекей біз енді Қастың бойына жол таптық. Мына кішігірім сол жол бойындағы базар екен. Енді қазір жоғары қарай табиғаты шырайлы, әдемі боп, қарағайлар көбейіп жатыр. Мінекей мына жерде бал бар екен, неше түрлі. Мына қара араның балы. 这个是野山花的蜂蜜。 Мына жабайы араның балы. 这个是藏红花的蜂蜜，就是那种药材的那种活血化瘀的那个药材。 Дәрі гүлдің Түрлі қош. Қазақ ауылдары екен мінекей. 3000 метрден асқан осы биіктікте орналасқан ауылдар екен. Мына жерде керемет ауасы таза су деген сарқырап ағып жатқан су өте тұнық таза мінекей. Суық су екен мінекей. Осы ауылда тұрасыз ба? Ассаламағалейкум. Сіздер осы ауылдансыздар ма? Ауыл қалай аталады? Ауыл қалай аталады? Жылқы ауданының жайлауы да? Мінекей мына қазақ бауырларымыз осы жерде тұрады екен. Мына қандай, қанша биіктік осы? 3000 метрден артық па?
Қанша 3000 қанша? 3000? Нағыз қазақ ауылдары екен. Енді мына не жайлы кішкене айтып бересіздер ме қысқа? Қалай ауыл, қандай ауыл, вообще негізінде қалайсыздар? Жағдайларың жақсы ма мына жақта? Жақсы, бұл Жүнгөнің Шинжаң деген жердің Іле облысы. Іле облысы. Қорғастың бер жағы Іле облысы. Ылқа ауданы деген жер. Ылқа ауданының табиғи көрініс Арыстан жайлауы деген жер. Қастың басы. Қастың басы осы еді. Ылқа ауданының Арыстан жайлауы деп қояды. Балдызыңыз. Ылқаның айлы бұл жердегілер. Міне балдыз екен мінекей. Дұрыс, ой, қуанып жатыр міне өзіміздің бауырларым екен. Руымыз қандай өзі? Қызай ма қайсы? Руымыз Қызай. Қызай, дұрыс. Сіз ше, сіз? Қызай болады. Қызай боласыз. Жері ғой жайлау. Атыңыз кім? Дүйсен, Дүйсен. Жақсы жерлер екен, керемет, бірінші рет келіп тұрмын. Өте тамаша, сулар таза екен. Жылқы осы жерде ұстайсыздар, ә? Жылқы осы жерде түседі ғой енді 9-шы айдың 10-дан кейін. Жылқының ана созықты Құжытай деген Жақсы. Дұрыс. Аға өзіңіз Алматыда не істейсіз? Мен өзім Алматыда мұғаліммін, сабақ берем. Өнер саласында. Өздерің неге күзде түсесіңдер ме? Түсеміз. Қыстай ешкім отырмайды. Мектеп нені қайда оқиды балалар? Қалдан оқиды. Қалдан. Жақсы. Сәлем айтады. Сіздерді аман сау болыңыздар. Қазақ бауырлар өсіп өніп көбейіңіздер.